мені таңдап келген екен, еңлікті емес. Ол кезде менің үміткерім болған екен. Сізге келгісі келген? Иә. Оны еңлік енді сен өзіңе жаман қылып қабылдама негізінен. Мен оны енді Диастың айтуы бойынша бір менің көзіме түскісі келген екен де, қалай да болса да. Диана ханым, солай мен бір жақсы жағынан қабылдадым. Айта салайын, олай қабылдамаймын, себебі маған ол жігітке бәрібір болды ғой енді. Бірақ келген кезде негізінде Диас маған былай айтқан болатын: Диана ханым, мен редакциядан сенің номеріңді қанша күн сұрадым, маған бермей қойды, осы жерге келіп танысасың, сыртта таныспайсың деп. Значит, бұл жігіт солай өтірік көп айтатын болып тұр ғой, Ол мені маған да айтты ғой. Значит, өтірік көп айтатын болып тұр ғой. Маған тура солай айтты. Редакторлардан сенің номеріңді сұрадым, маған бермей қойды, осы жерге кел деп айтты. Сол үшін мен келдім деп айтты. Ол артық қазір біріміздің артымызды ашпай қояйық. Мысалы, ашылатын нәрсе ашылып тұрады ғой. Біріміздің болғанда бұл жерде сіздікі ғана ашылып тұр ғой. Менікі ғана. Әр адам өз ойынан хабар береді ғой. Енді сіз Жансаяға сол әңгімені айтасыз, маған сол әңгімені айтасыз. Қазір бәрін айтын, досконально айтсам, мен қыз баласын тағы түсіргім келмейді. Айтыңыз, давайте айтыңыз. Айтыңыз. Жоқ. Айтыңыз. Сұрап отырық қой. Жаңағы менің ол адамға бәрібір болды деген кезде, маған да как-то саған бәрібір болды. Енді вот сізге Жансаяға да бәрібір, значит, иә, сіз маған тура сол әңгімені айтасыз, Жансаяға тура сол әңгімені айтасыз. Мен Жансаяға жақсы көріп ұнатып келіп отырсам, бір-бірімізді, мен мысалға білмеймін, сен жаңағы бәрібір деген сөзің мысалы артық кеткен шығар, мен де өз сөзім үшін кешірім сұраймын, сен бәрібір болған деген. Ал бірағынша маған Жансая ұнап келді. Мен кеше айтқан болатын. Не істейсің, ертең оны айтасың ба деген кезде, жоқ, айтпай қойын деді. Мысалы, жоқ, мен айттым, айтпай қой дедім. Ол айтады, жоқ, ертең айтайық, бір қызың көңілі тиіп қалады деп. Жоқ, көңілде емес мәселе, сіздің өтірігіңіз ашылып қалды просто осы жерде. Қалай өтірігім ашылып қалды? Енді жоқ, қараңызшы, сіз логически ойлап қараңыз, иә. Сіз маған келесіде маған айтасыз. Редакторлардан номеріңді сұрадым, бермей қойды, осы жерге таныс деп айтты. Жансаяға тура сол әңгімені айтасыз. Енді мен саған келіп айтайын ба? Мен онда саған келіп айтайын ба? Мен сен просто Жансаяның көзіне түсу үшін келдім, сен просто... Жоқ, енді, значит, сіз өтірікші екеніңізді дәлелдеп тұрсыз, значит, Жансаяға да мен это путь болды мен Жансаяның алдына келуіме. Вообще басқа қызда шығар мына жақта. Ойым Жансая болды, Жансаяда қалым. Жансая, ал сіз еңлікке жаңағы сөзіне бола осыны әдейі ортаға шығардыңыз ба? Жоқ. Просто мен оны Диастан жақсы жағынан қабылдадым да, бір романтика жағынан қабылдап, сол отношениені әңгіме ретінде айтып жатқан. Жоқ, енді қараңыз, сіз былай түртіп астын сызып кеттіңіз. Бұл жігіт басында еңлікке емес, әу баста маған келгісі келді, менің үміткерім болды, келе алмады, содан кейін жай әшейін еңлікке кіре салды деп сіз еңлікті бір түсіріп өттіңіз бе? Бір түсіріп өттіңіз. Және ол не үшін? Жаңағы еңліктің өткен эфирлердегі сіздің сөзіңізді ортаға шығарған үшін ба? Жоқ, Диана ханым, мәселе ода емес, бірақ мен ол жарайды. Сұрақ, ол нәрсені сіз айтпасаңыз не өзгеретін еді? Мен жігіттің ойына сенбеймін, сол үшін де айттым бұл нәрсені. Себебі жаңа еңлікте айтып отыр ғой, номер жайлы. Ол әңгімені маған да айтқан Диас. Номер жайлы? Себебі кеше әңгіме барысында бір шынайылық көрмедім да, мен осы нәрсені сол үшін ортаға шығардым. Қандай шынайылық? Ал сіз қаншалықты шынайысыз? Мысалы, сіздің де өз пайдаңызға өтірік айтатын күндеріңіз болады ғой? Және ол болды да, дұрыс па? Болады. Онда әңгіме қандай шынайылық жайлы? Жоқ, кеше бізде кездесу барысында әңгіменің бәрі бізде еңлік болды да, бір-бірімізге деген мүлдем қызығушылық болмады бізде. Енді? Бірақ кездесу жақсы басталды. Кеше негізінен, жарайды, бұл теманы жаба салайықшы осы жерден. Бізде кездесу жақсы басталды. Дайындықтан шыққаннан кейін бұл кісіні мен бір тамақтанатын жерде мен күттім. Гүлмен келді. Негізінен кездеспейтіннің күннің алдында бізде телефонмен сөйлесіп болған. Сол кезде маған анам ренжіген тұғын кішкене. Сенде ол жігітке деген қандай ой болды, көз түйістіру деген не әңгіме деген сияқты. Кішкене мамам сол Диас жаққа ренжіп қалды. Одан кейін мамам сол нәрсені, мамамның көңілі үшін маған және мамама гүл алып келіпті. Солай негізі тамақтандық, отырдық, былай айтқанда әңгіме айттық. Таныстық жалғаса ма?